Баршаңызға ассалам алейкум. Бүгін шоколадты пряник жасаймыз. Керекті ингредиенттерді видеоның астынан табасыздар. Ал бастайық. Ең бастысы сүтті қатты ысытып аламыз. Қайнатпаймыз, бірақ өте ыстық болу керек. Ұнымызды салып аламыз. Үстіне қантымызды қосып, венчикпен араластырамыз. Араластырып болған соң, үстінен ыстық сүтті құйып, тағы да араластырамыз. Бұл массамызды енді бөлме температурасына дейін суыту керекпіз. 15-20 минутқа қойып қойсақ болады. Сүтті массамыз толық суығаннан кейін сұйық май қосамыз. Және какао порошокты салып, жақсылап бірыңғай масса болғанша дейін араластырып отырамыз. Енді үстінен қопсытқышты саламыз, тағы да араластырамыз. Мұнда менде шым-шым тұз және ас содасы. Екеуін салып, жақсылап араластырамыз. Ал енді ұнымызды бірнеше бөліктеп салып отырып, лопаточкамен жақсылап араластырып отырамыз. Қамырымыз сондай қыздар жабыспақ болады өзі, бірақ артығымен ұн қоспаңыздар. Менде цесна ұны. Міне қыздар, осындай болу керек қамырымыз. Ал енді қамырымызды жаямыз. Қолға жабыспас үшін үстіне ұн сеуіп қоямыз, және стөлдің үстіне де ұн сеуіп қоямыз. Қамырымызды тым жұқа, тым қалың етіп жаймаймыз, орташа қылдырып жаямыз. Және бокал немесе вырубка арқылы осындай дөңгелек қылдырып кесіп аламыз. Противеньге пергамент қағазын төсеп, пряниктарымызды салып қоямыз да, 180 градуста 10 минуттай духовкада пісіреміз қыздар. Міне пряниктерім дайын болды. Енді глазурь дайындаймыз. Глазурь дайындау үшін бізге қант ұнтағы және бір жұмыртқаның ағуызы керек. Екеуін бірге жақсылап араластырамыз қант ерігенше. Егер үйіңізде лимон шырыны болса, онда лимон шырынын қосуға болады. Және де қыздар, егер үйіңізде жұмыртқа болмаса, жұмыртқаның ақуызының орнына кішкене су қоссаңыз болады. Глазурь дайын болды. Енді пряниктерімізді осы глазурьда аунап, қолымызбен жағамыз. Видеодағыдай пергамент үстіне кебуге қоямыз пряниктерімізді. Өте дәмді шоколадты пряник шығады. Міндетті түрде отбасыңызға жасап көріңіз.